Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде математика сабағы. Оқушылар, ең алдымен мына сұраққа жауап беріңдерші. Біз дүкенге не үшін барамыз? Дұрыс айтасыңдар, сауда жасаймыз. Демек, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз саудаға қатысты есептер. Бүгінгі сабақта сендер саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесіңдер. Есеп шығаруға қажетті сызба таңдауды үйренетін боласыңдар. Оқушылар, сауда жасағанда қандай жағдайда қосу амалын пайдаланамыз? Дұрыс, бірнеше зат сатып алғанда, оның құнын табу үшін қосу амалын пайдаланамыз. Демек, бүгінгі сабақта біз қосу амалына есептер шығарады екенбіз. Мысалы, алма 20 теңге, алмұрт болса 30 теңге тұрады. Біз алма мен алмұртты сатып алу үшін қанша ақша төлеуіміз керек? Енді осы алған заттың құнын сызбаға сүйене есептеп көрейік. Сызба неше бөлікке бөлінген? Дұрыс, 2 бөлікке. Бөліктер бірдей бола ма? Жоқ, бөліктер бірдей болмайды. Алма мен алмұрттың құны 2 түрлі. Демек, бірі үлкен, бірі кіші бөлікке бөлінеді. Алманың бағасын көрсететін сан бүтін бе, әлде бөлік бе? Алмұрттың бағасын көрсететін сан бүтін бе, әлде бөлік бе? Есепте нені білу керек? Барлық сатып алған заттың құнын білу керек. Белгісіз шаманы қалай атаймыз? Дұрыс, бүтін деп атаймыз. Белгісіз санды қалай табамыз? Дұрыс, біз бөліктерді қосуымыз қажет. Енді бұл есепті қандай амалмен шығаруымыз керек екен? Дұрыс айтасың, есепті біз қосу амалымен шығаруымыз керек екен. Оқулықтағы 90-шы бетіндегі мәтінге назар аударыңдар. Мәтіндерді оқыңдар. Олардың қайсысы есеп болып табылады? Және неліктен? Бірінші, А мәтінін оқиық. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыстан қуанып қайтты. Нұсқасына назар аударыңдар. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыс күні қанша теңге жұмсады? Оқушылар, осы мәтіннің қайсысы есеп болып табылады? Дұрыс, А нұсқасы. Есептің мәтінінде есептің шарты мен сұрағы бар екен. Ендеше, мына есепке назар аударайық. Есепке сәйкес келетін сызбаны таңда және шығар. Нұргүл мен Нұрлан ақша жинап жүр. Нұргүл жинақ қоржынға 10 теңге, ал Нұрлан 8 теңге салды. Олардың қоржынында қанша ақша бар? Есепке байланысты дұрыс сызбаны тап. Жарайсың, сызбаның дұрыс нұсқасы ол Ә. Себебі Нұргүлде 10 теңге, Нұрлан болса 8 теңге салғаны белгілі. Қоржында қанша ақша бар екенін енді табу керек. Ендеше біз есебіміздің қысқаша шартына
назар аударайық. Нұргүл 10 теңге, ал Нұрлан 8 теңге тиын жинағышқа салды. Олардың жинағышында барлығы қанша ақша бар? Шешуіне назар аударыңдар. Яғни біз Нұргүл мен Нұрланның ақшасын қостық. 10 теңге мен 8 теңгенің қосындысы 18 теңгеге тең. Яғни жауабы барлығы 18 теңге. Шығарып көр. Желім 40 теңге тұрады. Өшіргіш 20 теңге тұрады. Сызбаны пайдаланып, есептің шартын оқы. Есепке қатысты сұрақ құрастыр. Бірінші тапсырма. Жұмыс дәптеріміздің 87-ші беті, яғни 85-ші жұмыс парағына назар аударамыз. Есепті құрастыр және шығар. Сонда сатып алған әрбір заттың қанша тұратынын білесің. Екінші тапсырма монеталарға байланысты есеп. Яғни сендерге 3 монета берілген. Ол Маратта, Айжанда және Русланда 10 теңге, 20 теңге, 5 теңгелік монеталар бар екен. Егер Марат пен Русланның монеталарын қосса, олардың сомасы 15 теңге болады. Егер Айжан мен Русланның монеталарын қосса, сомасы 30 теңге болады. Әрбір балада қандай монета бар? Суретін сал. Кері байланысымызды әдеттегідей интервью әдісі арқылы жүргіземіз. Бүгінгі сабақ бойынша сендердің пікірлеріңді аудио және де видео хабарлама арқылы маған WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.